Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді блинчик пісіріп көрсетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеле кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа жарып аламыз. Араластырамыз. Үстіне кішкене тұз, шекер салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды салып, әбден араластырып, үстіне сүтімізді құямыз. Және кішкене ас содасын қосып араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне ыстық қайнап тұрған ыстық суымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құймақ пісіретін тапамызды майлап, отқа қыздырып қоямыз. Қызған тапамызға сұйықтығымызды құйып, астыңғы бөлігінің піскенін қадағалап, үстіңгі бетін пісіріп алып отырамыз. Мінекей біздің блинчигіміз дайын. Өте дәмді, балалардың сүйіп жейтін блинчигін сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.